Bir үлкен қалада қарапайым ғана Бекнұр деген бала өмір сүріпті. Бірақ ол жай бала емес еді. Қалада Бекнұр деген ақылды, мейірімді бала өмір сүріпті. Ол өзгелерге көмектескенді жақсы көретін. Бірақ бір күні оның өмірі мүлде өзгерді. Ой, бұл не болды? Мен қабырғада тұрмын ба? Сол сәттен бастап Бекнұр ерекше күшке ие болды. Бірақ ол бір нәрсені түсінді. Күшті дұрыс қолдану керек. Батырға айналу. Мен өрмекші! Сол күннен бастап оны бәрі өрмекші адам деп атай бастады. Өрмекші адам келді. Зу, қорықпайды ешбір дауылдан. Жүрегі толы мейірім нұр. Күш алады ол жақсылықтан. Қорықпа, мен келдім. Көмектесіңдерші! Қорықпа, мен келдім. Рахмет, сіз нағыз батырсыз. Батыр болу үшін күш емес, мейірімді жүрек керек. Ура, батыр, жасасын! Қорықпаңдар балалар, қазір жарық болады. Ешқашан дұрыстан қорқыңыз. Қала қараңғыланып барады. Адамдар абыр жесіне баруым керек. Міне, ақа осы жерде. Торымды қолданып қауіпсіз қосамын. Жарық қайта жанды. Бәр жақсы. Қала үсті түнде жарқырайды. Биік үйлер көкке самғайды. Бір батыр бар, бәрін қорғайды. Қиын сәтте ол әркез табылайды. Торын лақтырып, зу, қорықпайды ешбір дауылдан. Жүрегі толы мейірім нұр. Күш алады ол жақсылықтан. Өрмекші адам келді. Қаланы бүгін қорғап жүрді. Ұшады биік жылдам батыл. Біздің досымызсың, супер батыр. Өрмекші адам келді. Қуаныш сыйлап күлімдеді. Күші бар, бірақ жүрек басты. Жақсылық үшін күрес жасады. Өрмекші адам, батыр адам, хей! Жақсылыққа бірге барар. Біз бербіз. Қорғаушысы қаламыздың. Өрмекші адам келді. Өрмекші адам ұшады көкте, қаланы қорғайды түнде де күнде. Жүрегі батыр, мейірім толы, досымыз біздің супер кейіпкер өзі. Қала үсті түнде жарқырайды.